Сұрақ: оразаның каффаратын 2 ай арасын үзбей ұстау шарт па? Жауап: каффарат ретінде 2 ай ораза ұстап жатқандар арасын үзбеуі тиіс. Мысалы, каффарат оразасын өтеп жатқанда Рамазан айы кірсе, каффарат оразасын тоқтатып, парыз оразаны ұстайды. Өйткені Рамазан айы парыз оразаның уақыты. Ол өз уақытында орындалуы тиіс. Ораза айы біткен соң айтты өткізіп, каффарат оразасын жаңадан бастайды. Себебі каффарат оразасын 2 ай үзбеу тұту тиіс. Болғандықтан Рамазан айынан алдын ұстаған оразасы үзірі болса да есепке алынбайды. Тек қана етеккірі келген әйелдерге арасын үзбей 2 ай ораза тұту шарт емес. Олар етеккірінен айыққан уақытта каффаратын жалғастыра береді. Каффарат оразасын 2 ай арасын үзбей ұстауы жайлы Абу Хурайрадан жеткен хадисте, бір кісі Рамазан айында өз әйелімен жынысты қатынас жасап қойып, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламнан ол жайлы пәтуа сұраған уақытында, ол Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, бір құл азат ете аласың ба деді. Ол кісі жоқ деп жауап берді. Онда 2 ай ораза ұстауға шамаң келе ме деп сұраған уақытында тағы да жоқ деген сөзде айтты. Ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сонда олай болса 60 міскінді тойдыр деп жауап қатты. Сондықтан Рамазан айы мен ораза айты өткеннен кейін әуелі оразаны бұзған күндердің қазасын тұтып, одан кейін 2 ай қатарынан үзбестен ораза ұсталады. Бұл 2 айдың ішінде ораза айт пен құрбан айт және тәшрик күндері болмауы керек. Каффарат оразасы хижри жыл санағы бойынша ұсталады. Қандайда бір қамари айдың мұсылманша күнтізбеде 1-ші жұлдызынан бастап каффарат оразасын бастаған кісі келесі ай аяқталғанға дейін оразасын тұтады. Бұл жағдайда каффарат оразасының күні 58 болуы мүмкін. Бастысы 2 ай ұстаса болғаны. Ал қамари айдың 1-ші жұлдызынан бастамай айдың ішінде бастаған адам 60 күн бойы ораза ұстайтын болады.